Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін зебра пирогын пісіреміз. Пирогымызға керекті заттар: қант, какао, сары май, қаймақ, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш және ұн қажет. Ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оны жақсылап миксерлейміз. Миксерлей отыра үстіне қантымыз саламыз. Осылай жұмыртқа мен қантымыз екі есе ұлғайып, аппақ боп көпіршігенше араластырамыз. Осылай көпіріп араластырдық. Енді оның үстіне қаймағымызды құямыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Осылай жақсылап барлығын араластырып, ұнымызды екіге бөліп саламыз. Бірінші бөлігін салып, оның үстіне қамыр қопсытқышымызды саламыз. Венчикпен араластырамыз. Енді екінші бөлігін саламыз. Осылай ұнымызды барлығын араластырдық. Енді қамырымыздың жартысын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Оның үстіне ситадан өткізілген какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Енді пирогымызды жинаймыз. Бір қасық ақ қамыр, бір қасық какао қосылған қамыр құйып, осылай барлығын рет-ретімен құйып, пирогымызды жасаймыз. Енді спашканың көмегімен пирогымызға әртүрлі жолақтар жасаймыз. Пирогымыз дайын. Енді 180 градуста 35 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын. Енді пирогымызды суытып аламыз. Осы рецептпен зебра пирогын жасаңыздар. Қамыры өте жұмсақ, нәзік, үлпілдек болып келеді. Әрі оңай, тез жасалатын рецепттердің бірі. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.